Ал жас қыздар менен айтсаң, ақынсың, есің ауысып, басың істемей қалатын. Алтын күл, алтын төбе сияқты деп, тарихын осы ауданның жөндейсің ғой. Ал мені құйрық төбе қып қойдың ба? Ашыға жоламасай шөлдейсің ғой. Қай жақтан біліп алдың ол төбені? Көңіліңді басқа енді бөлмейсің ғой. Сен бірақ қағалдыңа құйрық қойса, Қаратаудың өзінде көрмейсің ғой. Игагай, 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 игагай. Басыңды түбіне дейін тығамын деп ойыма неше түрлі сала бермеш. Бұл неге миған бүгін кішірмейді, сөздері әр нәрсені мүсіндейді. Жанс ағайын, жансаяны кешіріңдер. Ағаттау кетіп жатса ісің мейлі, әлі де түк көрмеген бойдақ қыз ғой, не айтып отырғанын түсінбейді. Өздеріңіз күтіп отырсыздар. Қазақ қыз бен жігіт айтысының қас шебері, Қарашаңырақ Қарағандыдан келген Мақсат Ақановты қарсы алыңыздар. Мақсатпен айтысатын қазақтың аяулы қыздарының бірі, Жайсаң жайықтың төрінен келген елдің сүйікті ақын қызы Жансая Мусина, Батыс Қазақстан. Жігітті жігіт қылар таң маңдай мекен, әншіні әнші қылар таңдай мекен. Қасиетіңнен айналдым отырарым, топырағы құнарлы қандай мекен. Қалайсың менің асыл жан күйерім, мен сенің пейіліңе қанбай кетем. Қазыларсыз айтса алсамдағы, қазағымсыз айтса алмайды екем. Отырар қасиетіңді сіздің бүгін, жырлауға жете қоймас біздің білім. Ассалаумағалейкум ардақ елім, жырлайық туған елдің біз бірлігін. Асығыс амандасты демеңіздер, табуым керек боптыр қыздың қыбын. Көкемнен аман жолда үйренгенмін, көтерсем болғанс көтерсем, егер сірә қыздың құнын. Тілінің тікені бар қызды көріп ұстағандай, боп тұрмын күздің гүлін. Жұбымды ақыр саған салған екен, жібімден артау екел, үздім бүгін Жаныма жетіп келген жүріп тығыз, жасынан білеміз бұл жүлікті біз. Қыз жібек апасындай қылықты қыз, мәнішік апасындай ұрықты қыз, Ақштап апасындай ғұрыпты қыз, Фариза апасындай уытты қыз. Жерсінбей Ақжайықтан басқа жерді, менсінбей келе жатыр жігітті жүз. 80-нің ортасына келсе дағы 8-дей бір жігіттен үмітті қыз. 40-та қамал алу бұлай тұрсын, қамалын бұздырмаған күдікті қыз. Жансая деп шуласа жан саласың, айтыста шоу жасайсың, ән саласың. 40-қа толғанына көп болған жоқ, қошемет деп ендеше қол соғасың. Жылы кәрі екен деп қалмаңыздар, жырына таң қаласың, тамсанасың.
Мен үшін Жансаяның орны бөлек айтыста көрдім қыздың қаншамасын. Пенсияға 20 жыл қалса дағы, өзіме 20-дағы Жансаясың ай ей. Жерде қалғап көрмеген айтқаны, Жәкеңдей жайын осы жайықтағы. Батыстың батыр қызы қалың қалай, табан түгіл көрмеген тайып бағы. Құрамының құнары мол қыз едің, құрманың бақшасындай тайыптағы. Отырар шәмші туған жер емес пе? Құдай солай атаңды лайықтады. Ал енді сол шәмшінің Жәкең жайлы бармай екен көрейік лайықтаны. Арыстың жағасына салайын ба дәрияда отқан соң айыптағы. Сырсылуы деуге де келмей тұрсың, су перісі демесем ғайыптағы. Одан да дәрияға барайықта қосылып айтпаймыз ба қайықтаны. Бақыттың құшағында жатпайсың ба, толқынның бөлек болады кайфтары. Ау мен акул алған балықшыдай ләззатты сезінесің лайфтағы. Тіліме дәрияның дәмі кеп тұр, құлағыма шәмшінің әні кеп тұр. Бармаймын деп қайтесің қасарысып, менімше мәжілістің мәні кеп тұр. Ана туралы жырденді айта алмаймыз, Жәкеңе жараспайды дәлірек бұл. Орамал мен ақжаулықтай ән болмаса, ақбантикті айтуға кәрі боп тұр. Сен сұлуды шырқатып салған кезде сезімге бөленесің әрірек бір. О, гитара дегенді сыған қыздай көзіме сұлу қыздың тәні кеп тұр. Шәмшінің құдіретіне таңғаламын, мыңнан бірге берілер қабілет бұл. Қай әніне салсам да Қарашалдың Жансаяның бойына дәрі боп тұр. Жансаяның жағдайын жасау үшін киімінен басқасының бәрі кеп тұр. Ойымды ойсыратпай түйдектермін, талайын қарсыластың күйреткенмін. Алысып мыналармен 20 жыл айтыстың бір терісін илеп келдім. Мен болсам ақанып деп әспеттеймін, сен болсаң бойдақсың деп мый жеп келдің. Шығат деп 20 жылда пенсияға тіліңді бүгін тағы түйреп келдің. Алдама 20-дағы Жансаям деп өзіңе жылпостықты үйреткен кім? Ағайын мыналарға шыдап жүрген мен байғұс не көрмеген бейнеткермін. Қартайтып жіберетін мақсат барда, қазірдің өзінде мен зейнеткермін. Игагай, 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 игагай. Ағайындар, шақырып отырардай жатса белім, үйдегі шаруам бәрін тастап едім. Табаным тиген жер ғой, қадамымды бұрында бір-екі рет басқан едім. Армысың айналайын отырарым, қашанда құшағын кең ашқан жерім. Батыстан келіп тұрмын алдарыңа, артымда ордан барда асқақ едім. Исатай Махамбеттің ізі қалған, абырой беделімен асқан жерім. Пейілін достықпенен өлшеп келсе, бауырына бар қазақты басқан жерім. Көмір
тілеп Құрманғазы Динагүйі шашуын күйлерімен шашқан жерім. Сырымның шешендігін үлгі тұтар жұбан мен қадыр туған дастан елім. Мұхит пен Қарекеңнен ән тыңдасақ біздерге қызық емес басқа әлемің. Бұйырып кеп жатсаңдар қуанышпен қарсы алады оған көп қой рас дәлелім. Әзірге жеткізейін ықыласпен жайықтың сіздерге айтқан ақ сәлемін. Игагайга, игагай, игагайго, игагай. Көргенде не бір белес шоқыларыңды, ояттым шабытымның отын арынды. Тойларың құтты болсын жасап жатқан, көрмесем екен деймін тоқырауыңды. Мен мана ауданыңа қадам басып, көргенде жайнап тұрған отырарымды. Ағайын мынау қазақтың жеріме деп, Құдай-ау мынау қазақтың жеріме деп, шіркін-ай мынау қазақтың жеріме деп, жеп қойғым келіп кетті топырағыңды. Игагайго, игагай, игагайго, игагай. Қалайсың мақсат ақаным, жарасып ою шапаның, сахнаға келіп қалыпсың сызылтып арқа мақамын. Еліне келіп тұрғанда Әселхандайын апаның, көпен Әмірбек ақаның. Әдемі айтыс жасайық салмағын бұзбай сапаның. Келісіп тұрар дәуіммен, таласып дауыл жауынмен, Оралдан бермен жол тартып, сайсала өтіп тауыңмен. Алдыңа шығып тұрғанда көрісейін деп қауыммен, ойда жоқ сәтте жолықтым айтыстағы ата жауыммен. Тұлпарсың алыс шабатын, қырансың қаққан қанатын, додаға шыққан кезіңде асуым көптеп алатын. Жігіттерменен айтсаң, ептісің оңай шалатын. Балаларменен айтсаң, ағасың көңілін табатын. Ал жас қыздарменен айтсаң, ақынсың есің ауысып, басың істемей қалатын. Жайғастың келіп іргеме, жасайсың суық түрнеге. Сахна дейтін айдында мінсекте бірге бір кеме. Біздерді көрсең құтырып, таласушы едің жүлдеге. Бүгінде келіп тұрсың ау бүлдірейін деп бірдеңе. Жақсыма бұлай қалыңыз, сон айтып әнге салыңыз. Әсемді көрсең құлпырып, жадыраушы еді жаныңыз. Ал жансаяны көргенде қайнайма бірден қаныңыз. Қос кемпірім деп біздерді тілбезеп мейлі шалыңыз. Сен 81-де шығарсың, 18-деміз әлі біз. Ал енді мәкөш не дейін, сүрінсең қолдап демейін. Төпейтін жерде төпейін, жебейт демейтін жерде демейін. Түріңе қарап отырсам, бірден айтқың кеп тұрғандай бүлкілдеп отыр көмейін. Көп сөйлемей ендеше кезекті өзіңе берейін. Тұрардан келді мынау кәптің бәрі, шақырып қалай болды лақтырғаны. Әкемді танытатын адам құсап, жәкеңде байқап тұрмын, жақтырмады. Отырардан бір жас қыз табылмады ау, Көксарайдың секілді аққулары.
Жансая кемпірімді ап келіпті, кемпір қауын секілді аққұмдағы ей. Артынан сәлем айтып батысы көп, менімнің ата жауым деп отсың атысы көп. Ол рас әсем менен екеуіңмен айтысып 25 жыл шатысып ек. Бүгін неге ренжулі қасқабағың, мақсатта кеткен жандай ақысы көп. Алтын гүлмен айтысуым керек еді, өзіндік әсел қандай нақышы көп. Алтын гүлдер алтын төбе секілді ғой, сөзінің сапасы мен қапысы жоқ. Құйрық төбе демесем Жансаяны, бесік төбеге ешқандай қатысы жоқ ей. Ойыңды жаңағы айтқан пісірейін, алдыңда сенің бүгін кішірейін. Топырағыңды жегім келеді деп, шәкеңнің кетіп отыр ісі кейін. Айнамау топырақ жеп нағыласың, ойыңды жаңағы әлгі пісірейін. Арыстың дарияға құйған жері, құйғанның да сарқылмас күші кейін. Күнде бүгін ерекше жылы боп тұр, несіне тоңамын деп ісінейін. Не бір көлдер бар екен бұл маңайда, барған кезде шегінбес кісі кейін. Ақыры шайтан көлге бір келмедің, хачабы шошқа көлге түсірейін ей. Сөйлейтін шығар десем, абыз құсап ырбайып отырсын ғой, сағыз құсап. Теңедің кемпір қауын деген асқа, ашылам деп отырсам қауыз құсап. Алдыңа әкеп қойса, сол қауынды таласып жередің ау, жауыз құсап. Менсінбей Жансаяны отырсың ау, жас қызға көргің келет ауызды сап. Кей кезде айнаға бір қарап қойсай, шалқаймай айтыстағы аңыз құсап. Өзіңде отырсын ғой мұжырайып, подвалда солып қалған сәбіз құсап. Игагай. Сен кейде биіктерге өрлейсің ғой, әйтеуір жаман өлең өрмейсің ғой. Алтын күл, алтын төбе сияқты деп, тарихын осы ауданның жөндейсің ғой. Ал мені құйрық төбе қып қойдың ба? Ашыға жоламасай шөлдейсің ғой. Қай жақтан біліп алдың ол төбені? Көңіліңді басқа енді бөлмейсің ғой. Сен бірақ қағалдыңа құйрық қойса, Қаратаудың өзінде көрмейсің ғой. Игагай. Аяулым мақсат деген шырағым ау, ойларың күшті боп тұр сірә мынау. Шошқа көл жайында айттың ел алдында, керемет екен мына планың ау. Бұйырса айтыстан соң алып барып басыңды түбіне дейін тығамын ау. Түскенде қол ұстасып түскенменен, шыққанда жалғыз өзім шығамын ау.
айтсаң халық барын, отырмын сахнадан танып бәрін. Келгелі елдің жайын біліп алдым, білуге сіздер жайлы жалықпадым. Құлпырып қысы жазы тұрады екен атақты шәмілдірдей парықтарың. Газ келіп жылытыпты ауданымды, естіге келдің қалай зарыққанын. Бір жесең өкінбейсің дейді распа атақты Сарыкөлдің балықтарын. 24 сағат жұмыс жасап тұрған аларсың 5 комоктан тауып бәрін. Көксарай су қоймаңның жөні бөлек, арнадан ортаймасын арықтарың. Қыдырам дегендерге жағдай жасап, түнімен сөнбейді екен жарықтарың. Осындай елді көрсе, жерді көрсе, ақындар тез табадау шабыттарын. Дастанға айналған жер отырарым, аспанға өрлей берсін даңқтарың. Игагай гоу, игагай, игагай гоу, игагай. Белгілі топқа кірсем тайым басым, мен емес қарсыласым уайымдасын. Тойларың құтты болсын, жасап жатқан құттықтау сөзін ақын пайымдасын. 95 жылдық екен Шәмшатаның, әнінің ел боп айтар қайырмасын. Әселхан апамызбен Көпен атам, елінің асқақтатты лайым бәсін. 75 толар меді тірі болса, жүреді жақсы адамдар ойымдашын. Қалдырмай ескеріп бәрін осының ойлап жатқан, ағайын жақсылығың шайылмасын. Алайым елмен бірге отырарды, Құдайым тойды маннан айырмасын. Игагай гоу, игагай, игагай гоу, игагай. Мақсаттың бақылайын әр ағысын, бұлайша көрмеп едік жәмәнісін. Алдымнан атып шығат қайда барсам, негізі күдікті кей қадамышын. Мамырда Қызылордада жолыққанда айтыстық, жырға қосып қалам ішін. Одан соң шығыс жақта көсіліп ет, келдім деп жансаядай марал үшін. Бармап ем кеше алтын домбыраға, бұйыл тек көрермен боп қарау үшін. Мақсатта қатыспаймын деген екен, келмесе жансаядай дарағысым. Ай, осы сенің мына менде не шаруаң бар? Бұлайша қарап тұрсақ саналысың. Қанша жыл айтыс қуып, өнер қуып, көндіксек сапарлардың талап үшін. Қайғырып жүргеніңді байқамап ем, үйдегі әйеліңмен балаң үшін. Ал енді мына мені көрмей қалсаң, ішқұса болып өліп қаламысың. Игагай гоу, игагай, игагай гоу, игагай. Жансая өзіңе көп ала бермеш. Бармайдығын бар жерлерге бара бермеш. Басыңды түбіне дейін тығамын деп ойыма неше түрлі сала бермеш. Бұл неге миған бүгін кішірмейді, сөздері әр нәрсені мүсіндейді. Ағайын Жансаяны кешіріңдер. Ағаттау кетіп жатса ісің мейлі, әлі де түк көрмеген бойдақ қыз ғой, не айтып отырғанын түсінбейді. Ай-ей-ей-ей-ей. Бұл жерге кім әкелген сүйреп мұны, Ахановты кетерді илеп түбі. Айтпақшы саған айтар жаңалығым бар.
көңіліңіз кетсе де күйреп міне. Осы жерде Бағдәулет дейді, осым отыр. Кел десем, келет қазір билеп міне. Созақтан кеше ғана ауысып келген 20-шы колледждің директоры. Білмеймін өтірік пе расым екен, сыртыңнан саған қатты ғашық екен. Саған арнайы алып келген гүлі де бар, қыздарды түсіретін тәсіл екен. Ағайын түрі қалай келініңнің, жайықтан келіп тұрған елігіңнің. Бағдәулеттей жігітте арман бар ма, бетінде дәмі қалды ерініңнің. Микрофон тұрса да қорлап сүйіп, гүлін әкеп берді ғой жолдап сүйіп. Немене өзің шетек бұлданасың, менің достарым осылай зорлап сүйет. Ағайын десеңіздер мақұл екен, өзі сері тамада ақын екен. Құрманбеков атындағы колледждің директоры, ұстаздыққа етене жақын екен. Тием десең бәкеңе тиіп алсаш, ағайын менікі айтқан ақыл екен. Келген бетте үйіне кіріп шықтым, шіркін ай батыр десе батыр екен. Бәйіпшесі созақта қалып қойып, жалғыз өзі жастық құшақтап жатыр екен. Мақсатжан әркез маған түнерді ғой. Бағдәулет сенен көрі жігерлі ғой. Қолымнан тартып тұрып, бір сүйгенде басымды айналдырып жіберді ғой. Келгенде отырардың тапқасына, қақпасына Бағдәулет серім келді тапқасыма. Рахмет гүлін алып келіп жатыр, қыздардың жансаядай мақтасына. Мына гүл шыныменен өстім екен үйдегі жайнап тұрған бақшасына. Колледждің директоры дедің бе жаңа, қалмайтын жұмысынан аптасына. Жоқ әлде сатып алып келіп тұрған жоқ бекен байғыз студенттердің ақшасына. Игагай, 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 игагай. Ақын біткен алдыңда толғағандай, жүрек сөзін жүрекке жолдағандай. Дүбіріміз алысқа кетер еді, қиқу салса ағайын қолдағандай. Қиқу салса ағайын қолдағандай, ұшар еді қанатты қомдағандай. Әспет деген ауданын осындай той отырарда бұрын соң болмағандай. Отырарым қымбат бізге әр төбе шоқыларың, мықтыларды тудырған тарихтала, болашақта белгілі оқыларың. Отырарым ермек емес айтыс бұл балалардың,
жүру бақыт ішінде даналардың ізін жалғап тәушендей апалардың жолын қуып әселхан аналардың аналарым артық бізге қашанда бағаларың өмірлерін сүретін мағыналы азаматтың кірлетпей жағаларын аналарым залда отырған аяулы жақсыларым ол төнерін күзеткен сақшыларым жолыққанша болғайсың аман есен жолыққанша болғайсың жақсы бәрің туғандарым баба жолын жаңылмай қуғандарым қайта айналып алдыңа келгенімше тарқамасын той базар думандарың туғандарым. Қошемет ардақты ағайын. Қошемет. Өздеріңіз білесіздер, Мақсат пен Жансаяның айтысы қашанда осындай елді қыран күлкі көңілін көтеріп, әзіл қалжыңның жарасымды қыз бен жігіттің арасындағы қалжыңның керемет бір сәтін туғызатын ақиқат. Сондықтан да бір ду қол жапалақтап қояйықшы екеуіне.